Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Диктантымыздың тақырыбы жайлау. Мәтінді оқып беремін, мұқият тыңдаймыз. Жайлау қыстаудан алыс жатқан жазғы қоныс. Оның шөбі мол, суы тұнық, ауасы салқын болады. Қыстан арықтап шыққан мал жайлауда тойынады. Адамдар да серігіп қалады, қымыз ішеді, құрт жасап, ірімшік қайнатады. Еліміздің әр жерінде атақты жайлаулар көп. Жалпы 36 сөз. Диктантымызды бастаймыз. Жайлау. Қыстаудан. Алыс. Жатқан. Жазғы. Қоныс. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Оның шөбі мол. Суы тұнық. Ауасы салқын. Болады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Қыстан арықтап шыққан. Мал.
жайлауда, тойынады, сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Адамдар да серігіп қалады. Қымыз ішеді. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Құрт жасап ірімшік қайнатады. Сөйлем аяқталды. Жаңа сөйлем. Еліміздің әр жерінде атақты жайлаулар көп. Сөйлем аяқталды.
Оқушылар, осымен диктантымыз аяқталды.